Нострадамус деген атпен танымал ортағасырлық астролог, алхимик Мишель де Нотр-Дам 3797 жылға дейінгі оқиғаларды болжады. Оның орындалған болжамдарының ішінде ең жиі айтылатыны Гитлердің билікке келуі және екінші дүниежүзілік соғыс туралы болжамы. 2022 жылы әлемді не күтіп тұр? Бүгін әйгілі көріпкелдің болашаққа қатысты кейбір болжамдарын қарастырып көрейік. Сонымен не дейді? Бірге тамашалайық. Нострадамус аты аңызға айналған француз астрологы өзінің сәуегейлік болжамдарымен танымал. Ол қайтыс болғаннан кейін оның болжамдары дәл орындалған. Нострадамус өз кезеңінде беделді дәрігер болған, өмірін обаға қарсы дәрі-дәрмек жасауға арнаған. Ол өзінің көріпкелдік болжамдарын Катрен деп аталатын өлең шумақтары арқылы жеткізген. Кейбір адамдар француз астрологы, алхимигі және 16 ғасырда өмір сүрген дәрігер Нострадамустың болашақ жайлы айтқан болжамдарына сүйенеді. 1555 жылы жарық көрген сәуегейлілік кітабында Нострадамус әлем келешекте астероидтың соққысынан, су тасқынынан, құрғақшылықтан зардап шегеді деп жазған. Осы себепті елдер қаңырап, бос қалады, жаппай аштықтан адамдар қырылады деген болжам жасайды. Нострадамустың көріпкелдік болжамдарының толық жинағын Джон Хоу есімді зерттеуші жазып шыққан. Оның жинағы сыншылар тарапынан мойындалған жалғыз беделді еңбек. Осы еңбекке сілтеме жасап, Нострадамустың болжамдарына тоқталайық. Бірқатар ғалымдар Нострадамус жазбаларында тыныс белгілерді қате қолданғанын байқаған. Бір жағынан осы арқылы ол болжамдарын одан әрі шатастыруды мақсат еткен дейді. Қайта өрлеу дәуіріндегі ортағасырлық Францияда тілдің грамматикасы мен емлесінде қазіргідей қатаң ережелер болған жоқ. Нострадамустың тілі жұмбақ терминдер мен оғаш ұғымдарға толы, көптеген мағыналық тіркестер мен абзацтар жазылмай кеткен. Нострадамус тілдегі ережелерді өз еркінше сақтай отырып жазатын сияқты. Ал көріпкелдік болжамдар ешқандай логикалық ретсіз жазылған. Оқиғалар хронология бойынша аралас келеді. Әйгілі сәуегей келешекте климаттың өзгеруі ауқымды болатыны сонша, теңіздегі балықтар жартылай пісіп кететін температураға дейін көтерілетінін айтқан. Оның болжамынша адамзат 40 жыл бойы жауын-шашын көрмейді. Сарыла күткен жаңбыр жауғанда ірі су тасқыны болып жер беті адамдардан тазарады. Расында, соңғы жылдары әлем жылудың, су тасқыны мен құрғақшылықтың жойқын көрінісіне куә болып отыр. Ал Біріккен ұлттар ұйымы өз кезегінде алдағы 20 жыл ішінде жер 1,5 градус Цельсийға дейін қызуы мүмкін екенін ескерткен еді. Біріккен ұлттар ұйымы мәліметтері бойынша 1850 жылдан бері есептегенде соңғы 5 жыл ең ыстық кезең болған. Ал 2021 жылы Батыс Еуропада соңғы 10 жылдықтарда қатты су тасқыны болды. Салдарынан Германия, Бельгия, Люксембург, Швейцария және Нидерландыға қатты жаңбыр жауғаннан кейін 180-нен астам адам қайтыс болды. Нострадамус сонымен бірге ақшаның құнсыздануынан туындаған жаһандық аштықты болжады. Бұл экономиканың құлдырау жағдайында бағаның өсуіне әкеледі. Оның айтуынша, жаппай ашаршылық қақтығыстың шиеленісуіне әкеледі, өйткені адамдар қарапайым ауыз су, тамақ үшін күресетін болады. Сондай-ақ Нострадамус жерге астероид түседі деп болжаған. Астролог болжамдарынан бұл соққы қашан болатыны белгісіз, бірақ онда ұлы от аспаннан түсетіні көрсетілген. Сондай-ақ көріпкел 2022 жылдың желтоқсанында планетаға астероидты жаңбыр жауады деп болжаған. Бүгінгі күні НАСА әр 2000 жыл сайын үлкен астероид пайда болатынын ескертіп отырады. Ал соңғы рет астероид жерден 19.000 километр қашықтықта ұшып өткен. Бұл планетаға көптеген геостационарлық спутниктерге қарағанда әлдеқайда жақын, бірақ жерге ешқандай қауіп төнген жоқ. Нострадамус болжамына сәйкес америкалық валюта құнын жоғалтады, ал күміс пен биткоин
ақша салуға тиімді ресурсқа айналады. 2022 жылы компьютер саналы бола түседі. Бұл адамзатқа үлкен қауіп төндіреді. Көріпкелдің пайымынша 3-ші дүниежүзілік соғыс жер шарындағы халық санының күрт өсуінен туындайды. Оның әсерінен эпидемия, аштық, экологиялық апат орын алады деп болжаған. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, бізге міндетті түрде жазылыңыз. Себебі біз сіздерді басқа да пайдалы әрі қызықты видеомен қуантатын боламыз.